Құрметті оқушылар және ата-аналар, сіздерді бүгінгі жарқын да қуанышты мереке білім күнімен құттықтаймын. 1 қыркүйек барша халықтың, әсіресе балалардың көптен күтетін мерекесі. Сендерді бүгінгі ерекше жағдайда басталып отырған білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сендерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл-күй, жаңа жетістіктер мен ашылуларға ұдайы ізденіс, шығармашылық табыс, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Көздеген мақсат-мұраттарыңа қол жеткізіп, армандарың орындалсын. Келешегі кемел, болашағың нұрлы болсын. Жұртқа жығымды, елге сүйкімді қалпыңнан айнымай, алда талай асу белестерді бағындыра бер. Биыл сендерді жоғарғы буынға өтіп, алдарыңда орта білім куәлігін алатын толқулы сәттер күтіп тұр. Кейбіреулерің осы 9 сыныптан кейін оқуға түсуге жолдама аласыңдар. Алдарыңда мамандық таңдау тұр. Сондықтан биылғы оқу жылы білім нәрімен сусындап, ақылды азамат, отан сүйгіштік рухтарың мықты болуын тілейміз. Абай атамыз, адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі деген екен. Сондықтан бүгінгі сендер, жастар, ілім-білім жинауға қашанда асығып, тәуелсіз еліміздің игілігі жолында білімдерін ел кәдесіне жаратып, болашақта озық ойлы, өрісі кең, өрелі азаматтары болуларын қажет. Азаматтық жігерлерің мұқалмасын. Асқар шыңдарды бағындырыңдар. Қонар тұғырларың биіктей берсін. Дал осы күннен бастап, алғашқы қоңырау үнімен бірге әр адам өмірінде жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. Мектепті жақсы бітіріп, жоғары оқу орнына түсіп, биік белестерден көрініңдер. Нұрлы жол, думанды шақ тілеймін. Кеудеңде күн орнасын. Ата-анаңның қуанышы, шаңырағыңның шуағы бол. Жұлдызың жансын. Бүгінгі мереке сендер үшін үлкен үміттер күні болсын. Білім нарымен сусындай беріңдер. Сендер менің ең сүйікті, ең ақылды оқушыларым екенін әсте естеріңнен шығармаңдар.